Қазақстанда орташа зейнетақы көлемі өсіп, бірыңғай жинақтық зейнетақы қорындағы жиналған қаржы өткен жылмен салыстырғанда 22%-ға ұлғайған. 2024 жылдың басынан бері қазақстандық 2,3 миллион зейнеткерге республикалық бюджеттен 306,8 миллиард теңге зейнетақы төленген. Жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 132,3 мың теңге. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Жалпы 306,8 миллиард теңгенің 96,4 миллиард теңгесі базалық зейнетақы төлеуге жұмсалған, ал ынтымақты зейнетақы төлеуге 210,4 миллиард теңге бөлінген. 2024 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 132,346 теңге. Соның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 89,810 теңге болса, базалық зейнетақы 42,536 теңге. 1 қаңтарда орташа жиынтық зейнетақы 120,744 теңгені құраған. Соның ішінде ынтымақты зейнетақы 82,868 теңге, базалық зейнетақы 37,876 теңгеге тең болған. Осылайша орташа жиынтық зейнетақы 11,600 теңгеге өскен. 2018 жылғы 1 шілдеден бері мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалады. Бірыңғай жиынтық зейнетақы қорындағы зейнетақы жинағы қанша? Қазіргі кезде қазақстандықтардың 12,3 миллион жеке шотында жиналған зейнетақы жинағы 18,1 триллион теңгеден асқан. Қаңтар айында шамамен 240,5 миллиард теңгеге өскен. 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда зейнетақы жинақтары 3,3 триллион теңгеге көбейген. Негізгі сома міндетті зейнетақы жарналарын есебінен қалыптасқан. Қазір ол 17,5 триллион теңгені құрайды. Ал міндетті кәсіптік жарна көлемі 578,2 миллиард теңге болса, ерікті зейнетақы жарналары 5,5 миллиард теңгеден асқан. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы жинақтаушы жүйеге жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары да түсіп отырады. Жинақтаушы міндетті зейнетақы жарналары шамасы әрбір қызметкердің ай сайынғы табысынан есептеледі. 2024 жылғы 1 қаңтарда 1,5% мөлшерден басталып, 2028 жылы 5%-ға жеткенше жыл сайын өседі. 2024 жылдың 1 айында бірыңғай жинақтық зейнетақы қорының салымшыларына 63,4 миллиард теңге төледі. Оның ішінде жасына байланысты төлемдер 15,5 миллиард теңгені құраған.